Е120 атауымен белгілі кармин бояғышына қарап тұрып, оның жәндіктен алынатын ойыңызға да кіріп шықпас. Кармин жылдар бойы түрлі жағдайларда қолданып келе жатқан бояғыш түрі. Карминдегі шикізат кошениль жәндігі, яғни өсімдіктің шырынын қорек ететін зиянды ұсақ жәндік. Кошениль жәндігі кактус өсімдігінде мекен етеді. Жәндіктің ұрғашысы біраз уақыт өсімдікте өмір сүреді де, көбейер алдында терісінен қып-қызыл кармин қышқылын түзеді. Осындай сәтте оларды жинап алып, термоөңдеуден өткізеді. Ұсақтап аммоний гидроксиді немесе көмір қышқылының натрий тұзын өңдейді де, сүзгіден өткізіп бояғыш әзірлейді. Карминді қандай тағамдардан кездестіруге болады? Кармин бояғышын бұрын тек киім және сурет салуға ғана қолданса, кейін азық-түлік бояғышына айналдырып алған. Көпшілік жағдайда кармин бояғышы әр беріп тұру үшін ет тағамдарына да қолданады. Сонымен қатар Е120 қоспасын ірімшік, сүт тағамдары, мармелад және кондитерлік өнімдер мен балмұздақтар, кетчуп, соус, қыша, алкогольсіз және алкогольді шараптардан кездестіруге болады. Карминді қолдану шариғатта не дейді? Жәндіктен алынған кармин бояуын қолдануға шариғат рұқсат етпейді. Оңтүстік Африканың халал бойынша ұлттық тексеріс тағамдық жүргізу бойынша кошениль бояғышын харам деп тапты. Сонымен қоса кармин қосылған талаптарды да қолдану дұрыс емес екен. Е120 атауымен белгілі кармин бояғышын тағамдардың құрамынан байқасаңыздар, алмауларыңызға кеңес беремін. Өз денсаулықтарымызды сақтайық. Алдағы уақытта пайдалы осындай кеңестермен бөлісетін боламын. Лайк басып каналға тіркелейік.